Жер бетінен кеткеніне 12 жыл болған Voyager Нептунды бақылай бастады. Шамамен 3 айдан соң ғарыш кемесі оның бұлттарына жақындады. Алайда оған дейін ол бізді сонау алыс жатқан әлеммен таныстыру үшін күнделікті 50 суреттен түсіріп отырған. Біз бұл саяхатты толығымен түсіну үшін алдымен оны кеңірек кескінге орналастырғанымыз жөн. Тарихшы Стивен Пайнның айтуынша, ғаламшарлар төңірегіндегі алғашқы зерттеулеріміз кезінде біздер үшін ұлы ашулар дәуіріне қадам бастық. Яғни 500 жылдың ішінде біздер мынадан мынаған көштік. Таңғалдырады, алайда біз бұған қалай жеттік? Алғашқы кемелер мен Фернан Макелланның 1519 жылғы бүкіл жер шары бойынша жасаған алғашқы саяхаты арасында мыңдаған жылдар жатыр. 16 ғасырдың бірінші жартысында небәрі 30 жылдың ішінде ұлан-ғайыр теңіз әлемді байланыстыратын күрделі маршруттар жүйесіне айналды. Бұл өз кезегінде жаһандық сауданың, мәдени алмасудың және көптеген қақтығыстардың бастамасы болды. Ұлы ашулар дәуірінде біз мұхитты зерттедік. Әлемнің шеті ретінде емес, керісінше басқаларына жол ретінде. Он 18 ғасырлардағы ағартушылық дәуірінің шарықтау кезеңінде зерттеушілерге жаңа құрал берілді, яғни ғылым. Биология, геология, астрономия салаларының дамуымен адамдардың әлемге деген көзқарастары өзгере бастады. Елеулі экспедициялардың қайсысы да ғалымдарсыз жүзеге аспайды. Ал ұлы ашылулардың екінші дәуірінде біз әлемді зерттей бастадық. Бірақ осы жолы ғылыммен. Ежелгі заманнан бері біз 5 ғаламшарды анық білдік. Кішкентай Меркурий күнге өте жақын орналасқан, жарқын шолпан, жарқын емес құпиялармен, қызыл Марс ғылыми фантастика авторларының сүйіктісі. Алып Юпитер ғаламшарлар патшасы және сұлу Сатурн. Телескоп ойлап табысымен біздер олардың қаншалықты шын мәнісінде таңғажайып екендігін түсіндік. Және бұл жай ғана бастамасы болатын. Музыкант әрі астроном Гершель Уильям өзінің қос жұлдыздарға ізденісі барысында кездейсоқ жаңа ғаламшарды ашты. Аталмыш ғаламшар, яғни Уран, ең алғаш рет телескоп арқылы ашылған ғаламшар болып табылады. Оның орбитасын анализдеу барысында біршама келіспеушіліктер орын алған болатын. Ғаламшарды бір нәрсе тартып және итеріп жатқан секілді болғандай. Бірақ ол не нәрсе болуы мүмкін? Аталмыш сұрақты математик әрі астроном Леверье Урбен де өз-өзіне қойған. Бірақ ол өз қатарында жалғыз болмады. Алайда ол мүлдем басқа әңгіме. Әлі ашылмаған ғаламшардың сол сәттегі координатасы жайлы Леверье математикалық болжам жасайды. Кейіннен өзінің жазбаларын Берлин обсерваториясындағы астроном
Готфрид Галлеге жібереді. Леверьенің хатын қабылдаған Галле телескоп арқылы бақылау арқылы жаңа ғаламшардың барын растады. Және де осылай біз Нептунмен таныстық. 19 ғасырдың басында сонау алыс жатқан мұзды әлемдерге деген ізденісіміздің барысында өзімізге жақын біреуін тапқан болатынбыз. Біз Антарктиданы аштық. Бұл жерде полярлық түндер кезінде температура -100 градусқа дейін түседі. Мұқият жоспар және заманауи технологияларсыз біз бұл жерге жиі бара алмайтын едік. Аталмыш мұзды далаға лагер құру сонау Айға немесе Марсқа колония салғанмен пара-пар. Және бұл өте жақсы, себебі Антарктида және оны қоршаған мұхит шыңырауы біздің саяхатымыздың бастамасы ғана болатын. ақш пен КСРО-ның арасындағы аталмыш ғарышты бағындыру эстафетасы 20 ғасырдың екінші жартысында ғана басталған болатын. Советтік одақ орбитаға ең алғашқы жасанды жер серігін бірінші болып сәтті ұшырды. Бірнеше жылдар кейін олар тағы да ерекшеленді. Ғарыштағы ең алғашқы адам. Бұл абырой өз кезегінде КСРО ғарышкері Юрий Гагаринге бұйырды. Келесі аялдама Ай. Адамзаттың ай бетіне алғаш қадам басуы ғылым, технология және саясаттың жеңісі. Алайда бар болғаны 6 миссиядан кейін аталмыш саяси ерік екі державаның ғарышқа деген амбициялары секілді жоғалып кетті. Адамзаттың ең соңғы айға жасаған сапары ең алғашқы сапарынан бар болғаны 3 жылдан соң орын алды. Бірақ қызығушылықты жеңу қиын. Айдан соң біздің көңіліміз ғарыштағы басқа көршілерімізге түсті. Адамның қолы жетпеген мекендерге біздер роботтандырылған ғарыш аппараттарын қолдандық. Дәл осылай біз өзінің жарқыраған бұлттардың астында тығылған шолпан өз есімі секілді тартымды емес екенін түсіндік. Ал Марс бетінен біз ешқандай ежелгі өркениеттің іздерін таппадық. Кейіннен Меркурийдің біздің Айға деген таңғаларлық ұқсастығы бар екені белгілі болды. Алыста жатқан ғаламшарларға саяхат жасау қиын тапсырма. 1965 жылдың көктемінде Гарри Фландро есімді жас инженер 175 жылда бір рет орын алатын ғаламшарлардың ерекше тізбегін байқайды. Бұл бізге бір рейсте күн жүйесінің барлық газ алпауыттарын аралау мүмкіндігін берді. Және Voyager осылай дүниеге келген болатын, яғни Voyager егіздері. Екі бірдей дерлік ғарыш кемесі, біреуі Юпитер мен Сатурн арқылы ұшуға арналған, ал екіншісі Юпитер, Сатурн, Уран және Нептунды қонақтайды.
Жер бетінен кеткеніне 12 жыл болған Voyager Нептунды бақылай бастады. Шамамен 3 айдан кейін ғарыш кемесі оның бұлттарына жақындай бастады. Біз бұл жерге 1,5 ғасыр бұрын Леверьер мен Галле салған із арқылы жеттік. Біреу біздің алыс ғарышаралық сапарымызды сандар жиынтығы, яғни өзінің есептеулерінің нәтижесінде ретінде көрсе, екіншісі нағыз астроном ретінде телескоптан сол кіші нүктені көріп, басқасының есептеулерін іс жүзінде дәлелдеді. Олар Нептунға жеткізер жолды салды. Ал біз оған жетіп, оны жақсырақ тани бастадық. Және бұл қалай кішкентай нүктелер мен сандардың шынайы әлемге айналуы жайлы. Магеллан жер бетінің қалай айналып өткен болса, біз де солай күн жүйесі бойынша саяхаттадық. Бұл біздің ұлы ежелгі Римдік теңіз құдайының есімімен аталатын планетаға саяхатымыздың қазіргі кезеңінің эпилогы. Зерттелмеген кеңістіктің босағасындағы әлем. Енді біз өзіміздің қызығушылығымыз арқылы ұрпақтарымыз жүрер жолды салып жатырмыз. Қалай ойлайсыздар? Оларды қандай әлемдер күтіп тұр?